кейбір қыз балалары бәлкім осындай бір достықпен махаббатты шатастырып алатыны бар шын негізі. Оны эфирде отқан кезде де былай да аңғарғам, өзім өмірімде де болған. Мен бірақ достықтың және махаббаттың ара жігін ажырата аламын. Ол жақта бәлкім бір махаббат сезімі, ұнату, мен саған келем деген сөздер ешқандай болмаған. Кешегі бір осы екі тарапта қозғалған мәселе бір сәл-пәл андай артық кетіп қалған секілді деп ойлаймын мен. Өйткені мен сені ұнатам деп айтылған сөз болған жоқ. Ол жақта иә біз дос болдық. Осы жақта қалай мен қыздармен осының алдыңға дейін араластым, ол сияқты Арунамен де Мариаммен де біз күшті араласып кеттік. Бірақ ол никак мен махаббатқа баулай алмаймын, өйткені менің іштегі сезімім жүректен шыққан ондай сөздер болған жоқ. Мен оны дөп басып айта аламын. Оны Аруна да растай алады деп ойлаймын негізі. Сенде, значит, симпатия болғанда, сен соны осы жерде мойындап жүрсең, еркектікке әдемі жарасып кететін еді деймін да ше. Сен сезімің кішкене болды, бірақ деген сияқты нәрсесің, Мариамның да абыройын кішкене көтеріп қояр ма едің деймін да. 100% Мариам үміттенген болып көрініп қалды мына жерде. Жоқ, мен айта кетейінші, Зарина мен айтып жүрмін жаңадан бері. Күнде сөйлесеміз, маған бірде бір рет Мариам жайлы айтпаған. Мариам, мен саған да айта кетейінші, сен Ернардың вкусындағы қыз емессің, мен точно айта аламын ше. Балса ханым, Заринаға жауап айтайыншы. Сөзіңіз бар болса микрофонға айта қойыңыз. Просто күлкім келіп отыр да. Мен ақ бір артынан жүгіріп қалғандай, мен ақ бір үміттеніп қалғандай болып қалдым да. Қақтан білейін, енді сыртта сонша ауыз толтырып сөйлегенін енді. Сыртта мен білем ғой, енді мен Аруна өзіңде бір